өткенде барып келдім сол жақтың ақындарын ұғынбаққа. Қырғыздың бәрі сені сұрап жатыр, ұланның айтамыз деп жырын жатқа. Өткенде ауылға 50 жыл толыпты, жақсы ғой кітаптары шығып жатса. Ауылдың ақындары деген жерде байқаймын ұлан ғасыр інім жоқ па. Ұлан жан оған қалай кірмей қалған ел, әлде елге ұнайтын үнің жоқ па. Аққалпақты қырғыздар жаттағанмен қалдылықтар жаттайтын жырым жоқ па. Алатаудың әр жағы танығанмен алақандай ауылыңа құның жоқ па. Жалғанда не бар сірә тілден қақты, тіліммен ағам мені күндей қақты. Қараңдар деп отыр ғой мазақ қылып, кітапқа кірмей қалған бұлмей бақты. Бауыржан деген ұстаз оны жазған, адам деп ойламаппын ондай хатты. Ақындар тізіміне өзін жазып, ал мені көкейіне ілмей қапты. Айтыста ауылымның намысын қорғап, ол рас аралап ем күлді аймақты. Кітапқа ауылдағы ақын кіріп, облыста жүрген ақын кірмей қапты. Облыс танитұғын бұл ұланды, өзінің мұғалімі білмей қапты. Бұл ағам кітапты айтып зарға қағады, ал ұлан несін оған шамданады. Өзімнің мұғалімім мына мені ақын деп мойындауға арланады. Бұрында мектепте оқып жүргенімде мен оның шәкірт едім ең бағалы. Өйткені апта сайын жүлде әкеліп, айтыс деп шарлаушы едім кең даланы. Әкелген дипломымды сұрап алып, ұстазым мақтануға қамданады. Бір ауыз өлең құрап бермесе де, бұл менің шәкіртім деп таңданады. Мектепке комиссия келе қалса, соларды көрсетуге қолданады. Бұл ұлан сөйтіп жүрген ұстазының ұмытып кеткеніне таңғалады.